Балалар, қазір мына кітабымыздың 11-ші бетіндегі 9-ші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде мәтін есеп берілген. Бұл мәтін есептің шығару жолын қазір мен сендерге көрсетемін. Екі жер теліміне қызғалдақтың баданалары отырғызылды. Екі жер телімі, балалар. Бұл жерде де тура және сияқты екі жер телімі бар. Бірінші және екінші жер телімдері. Бірінші жер телімі екіншісінен 30 квадрат метрге артық дейді. Балалар, мына бірінші жер телімі, мына екінші жер телімінен 30 квадрат метрге артық. Бізге бірінші жер телімі де, екінші жер телімі де қанша екені белгісіз. Сондықтан оған 10.160 бадана отырғызылды. Міне, мына жерге, мына бірінші жер теліміне 10.160 бадана отырғызылды. Ал екінші жер теліміне 6.350 бадана отырғызылды. 6.350. Енді бізге табу керек, әрбір жәнегі квадрат метрге отырғызылған бадана саны бірдей болса дейді, онда әр жер телімінің ауданы қанша екенін табуымыз керек. Бұл жерде бізге біріншінің де екіншінің де қанша екені белгісіз жер телімінің ауданы. Оны табу үшін, балалар, біз былай істейміз. Бірінші жер телімі 30 квадрат метрге артық. Бірдей екеуіне де отырғызылған. Олай болатын болса 10.160-тан 10.160-тан азайтамыз 6.350-ді. 6.350-ді азайтамыз. 6.350-ді азайтатын болсақ, 3.810 бізде қалады. 3.810. 3.810. Бұл жерде жәнегі артық бадана, мына 30 квадрат метр жерге отырғызылған бадана, бұл 3.810. Енді 1 квадрат метрге қанша бадана отырғызылған табу үшін 3.810-ды бөлеміз 30-ға. Сонда бізге 1 квадрат метр жерге қанша бадана отырғызылғаны пайда болады. Яғни, балалар, 1 квадрат метр жерге 127 бадана отырғызылған екен. Енді осы 127 бадананы біз жәнегі, бұл 1 квадрат метр жерге отырғызылған. Ал жалпы жәнегі ауданға отырғызылған, жалпы жер теліміне отырғызылған бадананың саны біріншіде 10.160 болған. Осы 10.160-ды, балалар, 127-ге бөлеміз. Сол кезде бізге бірінші жер телімі шығады. Яғни, ол жерде, балалар, 80 квадрат метр болады екен. Бірінші жер телімі 80 квадрат метр. Ал екінші жер телімін табу үшін 6.350-ді бөлеміз 127-ге. 127-ге тең 50 квадрат метр. 50 квадрат метр. Жаңа бізге айтқан болатын, балалар, бірінші жер телімі 30 квадрат метрге артық деп. Олай болатын болса, міне 80-нен 50-ді азайтсақ 30. Біздің есебіміз шықты. Жауабын өздерің жазасыңдар.